Қайнағам көрші әйелмен көңіл қосып жүр. Немерелі болса да бөтен еркекке көз сүзіп қояр емес. Болған оқиға. Пәтерден пәтерге көшіп жүріп, әзір дегенде қала сыртынан жер алдық. Ата-енем жәрдем беріп, несие алып, үй тұрғызуды бастадық. Қолыңда қыруар қаржың болмаған соң, шіреніп тұрып ұста шақыру қайда? Күйеуім ағасына қолқа салды. Ауылда әжептәуір ұста еді. Інісіне көмегім болсын деп келе қалды. Қайнағам келе сала көрші әйелмен шүйіркеленісіп кетті. Басында оған назар аудармадым. Айнала шаң-тозаң, топырақ, құрылыс заттары. Кешке дейін шаруаға қолғабыс етіп, 2 мезгіл ыстық тамағын ішіп, көрші келіншекпен танысуға мұрша болмады. Бірақ бір күні қайнағама қайта-қайта әлдекімнің телефон шала беретінін аңғардым. Жақсы, қазір дейді көрші үйге зыта жөнеледі. Жарты сағаттай әлгінің үйінде бөгеліп, бір уақытта келеді. Бір күні шыдай алмадым. Көрші әйелдің күйеуі бар ма деп сұрадым. Қайнағам бәрін 5 саусақтай біліп алған екен. Күйеуі алысқа КамАЗбен тауар тасиды екен. Айна бір-ақ апта үйінде болатын көрінеді. Өзі бұрын бірінші күйеуден бір қыз туған екен. Онысы тұрмыстан бір баласымен қайтып келіп, немересін шешесіне тастап кетіпті. Үйінде құдығы жоқ екен. Соны қазуға көмектес деп шақырып жүр. Қолым тигенде барып, үйінің арт жағынан құдық қазып жатырмын деп жайып салды. Бірақ ол құдықтың қазылуы ұзаққа созылды. Көрші әйелдің өтініші күннен күнге көбейе берді. Телефонына тыным жоқ. Шырылдағаннан көрші подружкаңыз ба деп әзілдейтін жағдайға жеттік. Жас дейін десең немерелі адам. Күйеуі бар. Жас қыздардай бөтен еркекке жабыса бергені несі? Бір күні қайнағам көрші әйелді қонаққа шақырайық деп қиылып тұр. Нервым шықты. Айрап-жайрап отырғанда қайдағы қонақ? Мына кісі де ми жоқ екен, дедім. Бір күні әбден шаршап, ертерек жатып қалғанбыз. Түн жарымда оянып кетсем, үйден біреудің күбірлеген дауысы естіледі. Әлі бітпеген үй ғой, дауыс жаңғырып шығып жатыр. Ақырын тыңдасам, қайнағам көрші әйелмен махаббат сезімін білдіріп, өліп талып барады. Қызым үйде дейсің бе? Енді қайттік, сыртқа шыға аласың ба деп қояр емес. Болған жағдайды күйеуіме айтып едім. Қайдағыны айтпа, менің ағамның ақылы бар. Бала-шағасы, жеңгем тұрғанда біреуге қарайды деймісің деп өзіме жекіп тастады. Таңертең жұмысқа кетіп, кеш бата бірақ келеді. Күндіз болатын жағдайды қайдан білсін? Үйіміздің әрлеу жұмыстары бітіп, кішігірім дастархан жайып, туыстарға ас бердік. Ауылдан абысыным, ата-енем келген. Тарда қайнағам көрші келіншекті қимай қалып қойды. Бітіретін бірер шаруа бар. Онша-мұнша жұмыстар қалып кетті деп сылтауратыпты. Бір күні созақтамын дейсің бе деп айқайлап сөйлесіп жатыр екен. Көршіміздің ауылы созақ жақ па деп сұрадым. Жоқ, ол қайын жұрты екен. Қайын жұрт жақта жүр десін, түк болмағандай. Бұл жауапты естігенде тіптен қаным қарайды. Әйелдің сұм тірлігін қарамайсың ба? Қайын жұртында жүрсе де көңілдесінің көңілін білгісі келіп өліп барады. Тағы бір күні үстел басында тамақтанып отырғанымызда қайнағам. Көрші подружка мені бүгін мақтады. Моншаға түсең әппақ екенсің ғой деп марқайтып қойды деп ыржалаң етеді. Масқарай, келініне мына сөзді қалай ұялмай айтып отыр. Дым ұқпадым. Еркекте еш жоқ деген рас екен. Ертеңіне тағы да телефонмен сөйлесіп тұрғанын көріп қалдым. Үйде келін бар, болмайды деп жатыр. Демек, бұл арсыздар біз жоқта біздің үйде ойнастық жасап жүрген сияқты. Естігенімді күйеуіме айттым. Бірақ сол күйе сендіре алмай-ақ қойдым. Ауылына қайтар десем, ағама кет деп қалай айтам деп бет моншағы үзіліп отыр. Бәрінен де ауылда ата-ененің бабын жасап, үлкен үйдің отымен кіріп, күлімен шығып отырған абысынымды аяп кеттім. Қайнағамның ауылға қайтатын ойы жоқ. Дайын тамақ, таза төсек, көрші көңілдестен кім айырылғысы келеді? Масыл боп жатыр үйде. Оны көрген сайын жүйкем жұқарып, көрші келіншекті атарға оғым болмай жүр. Мына жағдайды қалай тоқтатарымды білмеймін.